Сабақты бастаудан алдын, балалар, мен тапсырмалардың жауаптарын сендерге ауызша айтып кетемін, сендер даптерлеріңе жазып алсаңдар болады. Және де каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетейік. Бірінші тапсырма мәтінді оқы. Көне түркі тілінде чаран сөзі арынды, тасқынды, екпінді, қарқынды өзен дегенді білдіреді. Атау қойылған заманда бұл өзеннің ағысы қазіргідей баяу емес, тасқынды, қатты да арынды болған. Қазіргі уақытта өзеннің бұрынғы арнасы тік жарларға айналған. Оның әдемілігі Америкадағы шатқалдан да асып түседі. Сұрақтарға жауап бер. Мәтінде қай өзен мен шатқал туралы айтылған? Мәтінде Шарын шатқалы туралы айтылған. Ол қайда орналасқан? Ол Атырауда орналасқан. Қарамен жазылған сөздердің ішінен айтылуы мен жазылуында өзгешелігі барларын тауып кестеге орналастыр. Түркі, түркі. Және де бұл жерде бізде қарамен жазылған сөздер қазіргі, қазіргі, бұрынғы, бұрынғы, тік, тік. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып көшіріп жаз. Қазақстан біздің сүйікті атамекеніміз. 1991 жылғы желтоқсанның 16-сы ел тарихындағы ұлы күн. Сол күні Қазақстан өзінің тәуелсіздігін жариялады. Қазақ халқы ғасырлар бойы аңсаған арманына жетті. Еліміз егемекен мемлекет болды. Үшінші тапсырма Қазақстан туралы кітаптар мен энциклопедиялардың көмегімен сұрақтарға жауап беріп көр. Сұрақтар. Қазақстан халқының саны қанша? Қазақстан халқының саны 19 миллионнан асады. Қазақстанда неше облыс бар? Қазақстанда Астана, Алматы, Көкшетау, Түркістан, Шымкент, Өскемен, Орал, Семей, Тараз, Қызылорда және тағы да басқа. Қазақстанда 13 облыс бар. Жер көлемі жағынан Қазақстан дүние жүзінде нешінші орын алады? Жер көлемі бойынша дүние жүзі бойынша Қазақстан 9-шы орынды алады. Қазақстанда қанша ұлт өкілі тұрады? Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілі тұрады. Өзің тұратын жерге саяхат жасау картасын әзірле. Әр сұраққа жауап жаз. Саяхатқа қай жерге барасың? Мен саяхатқа Түркістан қаласына баратын едім. Неліктен? Сол жерді таңдадың. Өйткені ол жақта жаңа салынған ғимараттар, жаңа салынған ойын-сауық орталықтары, кинотеатрлар бар. Ол жерге қай кезде барған қолайлы? Ол жерге жазда барған қолайлы. Саяхат несімен есте қалады? Саяхат керуен сарайдағы әр түрлі қызықты ойындармен есте қалады. 5-ші тапсырма. Сыныпта ана тілімізді құрметтеуді насихаттайтын апталық өткізу керек. Оны қалай жоспарлауға болады? Сен қандай шаралар ұйымдастырар едің? Ана тілін өткізетін апталық жоспарды мен ең алдымен оқушыларға тақпақ жатқызу арқылы жоспарлайтын едім. Және де іс-шараларға ана тіліміз туралы өлеңдер, билер, музыкалар және де тапсырмалар дайындайтын едім. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ сендерге түсінікті болса, видеоға лайк басып кетеміз. Және каналға тіркелуді ұмытпайық. Түсінбеген тапсырмаларыңды комментарияға жазып кетіңдер.